Қолыңды қайтарғаның не, Исмайыл? Үйіңдегілерге не айтасың? Қысылма достым. Жол тоңа да, кеттік. Тез айтып жүру керек те, жол тоңа. Жоқ, мен тез айтып жібердім де қалып қойды ғой. Наоборот, асықпай айту керек. Неден берші? Мә, мынаны ал дегеннен берші. Тағына ақ. Опять опоздаете, я как все по местам поставила. Жоқ. Қаяқтан бересің енді? Для кого-то, для глухих, что ли, а? Басы жүрмей қойды ғой, қайғышының, ай. Бабылдатайын бос отқан жерімді. Қолыңды қайтарғаның не, Исмайыл? Бара, бері. Қолыңды қайтарғаның не? Неге кеттік? Осы бір екеу түк керегі жоқ, неменеге алған? Вот так-то еркектер қара. Сонда бір қосылайын деп тұр ғой. Андай видеоны кесіп тұрсақ болмай ма? Екеуі не ағып жүр? 25 минуттан қалайық па? Кеттік. Қолыңды қайтарғаның не, Исмайыл? Жетер деймін. Үйіңдегілерге не айтасың? Хайрат, после Исмаила... Эльмира, дай мне, пожалуйста, мынаны ал дегеннен берші. Опять вы опять опоздаете? Нет, не опоздаю. Мен, наоборот, тез айтып жібердім. Сонда ананың аузын жабамды асықпай, сонда жетер бәрі орнына келеді. Мынаны ал дегеннен берші, просто. Bir рет мені тыңдашы, көрсетші маған, мынаны алды берші, оқып берейік. Үйлеспесе тұрам да кетем. Иә, бір-бірінің үстіне шығып сөйлеп отыр. Поэтому мне пришлось друг на друга их подвинуть. Ойбай, керек кезде двигать етпейсің де, керек емес кезде пысықтанып отырасың. Придурок, вот именно, я всегда двигаю, блядь, почищаю за вами. Ой, Совесть имей хоть иногда. просто ауырып тұрмын бар ғой мен, а так. Ты заткнись. Иттеріңді басына қаптаймын ғой. Хайрат, вот именно, когда хотя бы болеешь, рот свой закрой, а. Ну как так можно после таких слов закрыть рот? Я же должен же ответить чем-то тебе. Что за слова такие? Заткнись пока по-хорошему. Неадекватно ведешь себя очень. Хайрат, за тебя вся работа стоит. Заткнись. Жақсы. Қай жерден бересің енді? Просто видишь, сен беріп жатқан жерден, у него там два слова. Жолымды қайтарғаның не деп. А на самом деле, ол жолымды қайтарғаның деп жатқан жоқ. Жол пұлыңа жұмсарсың деп жатыр. Созайын деп едім ғой мен сол жерде. Да, қолымды. Потом қолымды қайтарғаның не дегеннен кейін Исмаил. Просто жетер дегеннен кейін мәрт. Исмаил дей салсын. Жетер, Исмаил. Он и так Исмаил сказал. Көрейік тағы бір рет. Сұма достым, жол болыңа. Жете, қолыңды қайтарғаның не, Исмайыл? Вот. Исмаил. Сөз қоссаңыз Ты болды. должен сказать. Ал дедің ғой саған дейсің. Давай, кетші. Давай. Қолыңды қайтарғаның не, Исмайыл? Ал деймін саған. Исмаил, жетер деймін. Үйдегілеріңе не айтасың? Бүкіл жынына қар. А? Тағы. Исмайыл? Жетер деймін. Үйіңдегілерге не айтасың? Білмеймін, бірдеңе дермін. Достым, Бастығыммен сөзге келіп қалдым. Жұмыстан шығарып жіберді. Ақшамды бермей қойды дермін. қатырдым. Апам да жатып ішерсің, ақмақсың деп жіберіп тұр. Желбезегім ашылып те. Балық болғым кетті. После Хайрат. Қатырдым. Апам да жатып ішерсің, ақмақсың деп жібермей жетіп жүр. Жөн түзу бірден айтқаныңды көрмеппін. Мына тығырықтан қалай шығамыз, достым? Әлі әскерге баруым керек. Несием бар. Сүйген қызым мені күтем екен. Тоқта, оларды қоя тұршы, Исмаил. Әуелі қазіргі жағдайымызды реттеп алайық. Bir жағына шығайық. Қайда кеттің? Отырғанда не бітіреміз? Не істейміз? Қайда барасың енді? Қайда? Создыма менікі. Иә. Отырғанда не бітіреміз, а? Не істейміз? Енді қайда бармақсың? Bir жұмыс орны бар еді. Беттемей жүргем. Барып көрейін. Мүмкін жолым болып кетер. Жақсы, бірдеңе керек болып жатса қоңырау соғарсың. Керек болса менде пицца да, дөнер де бар. Абайлап жүр, жақсы? Сен де абайлап жүр, досым. Сау бол. Жақсы. Амандықта.
Амандықта хрен. Ауырып қалдым, құрттай тұмауратып қалдым. Ана атымен ұрсатын сәпсем деп жоқ қой. Қалай айтты? Күшіп жоқ сәпсем. Өз-өзімді әрең ұстап отырмын. Тәптен ана қатта соны пайдаланып мені кәдімгідей басынып отыр ғой. Ау. Бүшіра Демет деген кім? Ютқан ингістер екен. Живой сөйлескен сияқты болды ше. А? Живой сөйлескен сияқты болды. Тура құдды бір ше. А? Менде диірмен бар деп оқымадым. Кет. Сізге де байланып жүр досым. Сау бол. Жақсы. Рас. Алу. Жығылғанға жұдырық болды оны да. Компьютер алып кеткен. Мына компьютерді ше, шеққарын ақтарып бір нету керек қой. Да уже сделали, почистили. всё. Компьютердің ішінде пробка отқан сияқты. А в чем проблема тогда? Вот бабл бар ғой, қырсық зараза. Не қырсық просто. Ты тупишь, компьютер тупит. Кроме тебя у нас никто не тупит никогда. Ну и компьютера. Уф, еще раз. Байланып жүр досым. Сау бол. Жақсы, сау бол. Кетірші міне екеуін қайыршына. Заткнись, я тебе говорю, лишнее не болтай. Каждый раз, когда останавливается, так он начинает тупить. Қателесесе тоқтамай қойшы. Только лишнее не болтай. Қателессек те кете берейік дальше. Не. Сосын бір күні не келеді? Переделка келеді, сол кезде істейміз. Асықпай, оған дейін де компьютер дұрысталар. Әлима Сұлуға сәлем дейді. Болып жаным. Режиссердің Қызылордадан қонақтары келген бе дейді. Жүндерін ағарттың ғой дейді, бір жазып. Тура өзіңіз сияқты ма оқырмандарыңыз? Тура өзі сияқты. Сәлемет болсын. Тіпті деген, әбден деген. Кет после... Мен сау болсам сізді оқымаймын ғой деп отқан шығар. Ну да. Кеше болмағаны жақсы отырсыз. Кешен асылып қалатын еді. Асылып осы кезде жетісін өткізуге дайындалып шықты. Помните, Қайрат больше никогда на художку не зайдет. Если только все вымрут, кроме него, а так... Басқа вообще вариант болмай ма? Я легенда деп оқисыз. Один за всех. Так, ладно. Демет жігіт пе қыз екен? Оны оқып кеттік. Ефан мен инвестор кеттім. Перелистывайте сразу. Ефан инвестор. Кетті ол. Кеттік. Мүмкін қарның тоқ кезде ақылмен ойланарсың. Демек таныстырылымға сіз де қатысқан екенсіз ғой. Иә. Мықты салымшыларымыздың бірісіз. Құтты болсын. Құттықтаймын. Рахмет. Олай болса 15 күндік табысыңыз қолыңызға тиген шығар. 5%. Дұрыс па? Құтты болсын. Құттықтаймын. Рахмет. Елдің бәрі доллар бағамының айырмашылығы туралы қызу талқылауда. Біз сізге 5%-ық ара салмақпен табаша ұсыныс жасап отырмыз ғой. Ара салма. Қызу талқылауда. Тоқтай бермеш кім? Нұрсұлтан. Көп тоқтайсың. Ладно, кеттік. После первого предложения. Елдің бәрі доллар бағамының айырмашылығы туралы қызу талқылауда. Біз сізге 5%-ық ара салмақпен тамаша ұсыныс жасаймыз. Аз ақша емес. Иә, оның рас. Өлі. Синхрон қоқыда. Тоқтамайын десең осы. Больше никто бар ғой. А? Тарды менен. Ига менен. Депрессиядан қалай шықса болады дейсіз бе? Кірмеңіз, сонда шықпайсыз. Сенен сұрашы, неге шықты? Ақылшы. Сенен сұрашы. Дұрыс қой, депрессиядан шықпау үшін кірмеу керек қой. О баста дейсің ғой. О баста кірмеу керек қой. Связывай кетпеу керек еді ғой дейсің ғой. Иә, зачем ми бар? Да болды, өзі Бағасын басын. соға болған. Мешітке бар дейді. Кеттік. Ирфанов, ну, Кеттік.
біз сізге 5% қара салмақпен тамаша ұсыныс жасаймыз. Аз ақша емес. Оның рас. Бірақ ұзақ уақытқа басқа бір жаққа салым салсаң, бұдан да көп табыс табуға болады екен. Мықты бір экономист бар еді, Джон Мейнард Кейнс деген, британиялық кісі. Соның бір сөзі бар. Ұзақ уақыт ішінде бәріміз көз жұмамыз дейді. Бүгінгі күнмен өмір сүріп, бүгін табыс табуымыз керек, мырза. Сен келмей тұрғанда Махмұт мырза екеуміз біраз сөйлестік. Бізбен бірге жұмыс істеуге әлі 2 ойлы екен. Солай. Я. Nur, Созайын ба дей салым керек. Созайын ба дей салым керек. Get. Сен келмей тұрғанда Махмұт мырза екеуміз біраз сөйлестік. Бізбен бірге жұмыс істеуге әлі 2 ойлы. Біраз зерттедім. Таныстарымнан сұрастырдым. Алтын өндіріс туралы кәсіпке аса көңілім толмады. Сондықтан ақшамды кері алайын. 6 айдан соң бізбен байланыс орнату үшін бүкіл тамыр танысыңыз бізді де олармен кездестірші. Сөйлесек деп үйіңізді торуылдайтын болады. Түсіндім. Дегенмен ақшамды алсам жақсы болар еді. Айвана деп Гани бапке. бетте бір тұрса. Ноутбукпен бір ұрса. Қайдағы ақша? Қайдағы ақша? Балам бөлейін деп жатыр. Өзің сөйлеші деп. Кешіп кетсе. Ақша деп. Әлима, Жанар, әдемі қатын, сәлем айтыңдар. Қалдарыңыз қалай? барлықтарыңызға. Дегенмен ақшамды алсам жақсы болар. Get. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Рахмет. Құтты болсын. Кеңселеріңіз әдемі екен де. Сіз көрсем сөйлей алмай қаламын мен. Ненің есі қолтығын сасып па десе. Вавилон, бабл дейді. После құтты Кеттік. Кеңселеріңіз әдемі екен. Сіз де қолпырып тұрсыз. Не ғой, Ерфан аға жиналыста шығар, дегенмен өзімен сөйлесетін мүмкіндігім бар ма? Мені оқып отырмын. Қателеспесем, сіздің келісім шартыңызда айлық 10% табыс көрсеткіші жазылған. Жақсы. Бұл дегеніміз 10 ай ішінде пайыздық табысыңызды қосқанда ақшаңызды 2 есе қылып қайтарып аласыз деген сөз. Осындай мол мүмкіндіктен неліктен бас тартасыз? Егемен Махмұт мырзаға түсіндірдің бе? Егер бізге өзімізбен бірге тағы бір салымшы етіп келіп келісім шартқа отырса, өзде қосымша табыс табатынын. Жоқ, айтқан жоқпын. Түсіндім. Мен дұрыс түсіндім бе? Мысалы, жездемді ертіп келсем, ол да мен сияқты салым салса, қосымша табыс таба ма? Солай ма? Әлбетте. Кен ошағының кірісі үздіксіз артып отырады. Бүгін артында қыруар ақша мен алтын бар деген сөз. Бірақ сізге мынаны айтайын. Сіз лоқсыз. Хатшы әдемі екен де. Осы хатшыны іздеп кетіп қалсай. БМВ-мен шығып кетсей Стамбулға. Жолда қалып қоясыз. Бүйтіп үйленген шешесі. Турцияда жүріп, жұртта сұрап жүрсе, мотор түркше қалай болады? Брат, көмектесе деп. Вообще мотор зекеткен отырса. Мотор деген түркше қалай болады? Бірыңғай донор жеп жүріп, Исмаилға соқтықсып, пицца тасушы болып жұмысқа тұрып кетсең. Хатшының сыртынан барам деп. Кен ошағының кірісі үздіксіз артып отырады. Бұның артында қыруар ақша мен алтын бар деген сөз. Бірақ сізге мынаны айтайын. Бұл мүмкіндік қатарымызға бірінші жылы қосылған салымшыларымызға ғана қарастырылған. Қатарымызға кейін қосылатын салымшылардың мұндай мүмкіндіктері болмайды. Тыңдаңыз. Сізге түсініктірек болу үшін біз бір құжат дайындап едік. Бізде бәрі ашық көрсетіледі. Инвесторлармен майнинг туралы бәрін көруіңізге болады. Себебі бәрі осында бар. Барлық салымшыларымыз кен ошақтары жазулы. Мынаны өзіңізбен бірге кетуіңізге болады. Сіз де мынадан аласыз ба? 17-ші бетті тексеріп көріңіз.
Мына жердегі егеменнің реакциясы. Сөзіңіз аузыңызда деп мен бастап кете берейін. Ирфан дейді ана жерде. не болып кетті? Бүріп кетейін жаңағыдай. Мен ана екі сөйлемді қаяққа дейсейін, екі алып кетейін ба, дұздайын ба? Көктемде пивмен ішейін ба? Засори завтра. Қары күреп тастаңыз оны. Әкетуіңізге болады па? Или себебі бәрі осында бар дегенен берші. Түсініктірек болу үшін біз бір құжаттайын. Сөзден берсем. А? Его растянул. Давай, кет. Біздің компьютерге тоқтамау. После первых двух предложений. Қатарымызға кейін қосылатын салымшылардың мұндай мүмкіндіктер болмайды. Тыңдаңыз, сізге түсініктірек болу үшін біз бір құжат дайындап едік. Бізде бәрі ашық көрсетіледі. Инвесторлар мен майнинг туралы бәрін көруіңізге болады. Себебі бәрі осында бар. Барлық салымшыларымыз кен ошақтары жазулы. Мынаны өзіңізбен бірге кетуіңізге болады. Сіз де мынадан аласыз ба? 17-ші бетті тексеріп көріңіз. Мына жердегі 3-ші сөйлемді оқисыз ба? Сол жерде анық жазылған. Міне, сізге көрсетейін. Мен де жаңа қарап шықтым. Алтынның бағасы көтеріліп кетіпті. Сіз асықпай қарай беріңіз, мен қазір келем. Мына печеньелерге қант пен глютен қосылмаған ауыз тегісі өте дәмді. Мен де қазір келем. Мұрным. Мұрнымын бит алып тастап, маңдайға бит қойып қойғым келіп тұр. Ау, А где твой Ирфан? мой Ирфан? Ана жерде сыбырлайды просто. Ирфан дейді. Эмоция. Бірақ аударма. Түріне қарап отырамын. Ана не официант бала келеді. Официант деген қалай. Нұрлыбек де. Саят десе. Сандуғаш. Айтпайтын шығар ол жерде. Ирфан, не етсі, көзің балшығын сүрт десе. Давай. Сағалың арасында шындыр қапты. Мұрныңнан бірдеңе шығып тұр, Ирфан десе. Сол шықылауға бәт сүр алмай өтсе. Былай жағады. Қошым. Соңында инвесторға айтса, мынаны алып жайласыз ба десе. А, иә. Ирфан. Тура әдем ойнап шықтыңыз сіз. Нұреке, ризамын да. Жүдә бір ше. Кетті. Ағай, тыңдаңызшы. Жап аузыңды. Ағай, бір мүмкіндік бересіз бе? Жүр дедім саған. Сен не бізді аңдып жүрсің бе? Ағай, түсіндірейін, мүмкіндік беріңізші. Бас аяғыңды бол. Саған өзі не керек? Ағай, менің де сіздермен бірге жұмыс істегім келеді. Мұнда сен істейтін жұмыс жоқ. Бар, көзің жоғалт. Ағай, қаржы пирамидасын құрғаныңызды білем. Не дейсің? Не дегім келіп тұр? Түсінбейтін ештеңесі жоқ. Дәретханада әңгімелеріңізді естіп қалдым. Ол бұл фирманың табыстары алтын қоры деп бар деп ойлайды. Of ya çok yoruldum, bıktım artık ben ya. Şimdi 3. betiye geldik yani. Ne zaman bitirecek bunların hepsini ya? Zaten ben hastayım ya. Түсінбейтін ештеңесі жоқ. Дәретханада әңгімелеріңізді естіп қалдым. Ол бұл фирманың табыстары алтын қоры деп бар деп ойлайды. Егер де фирманың қарыздары мен өндірісі жоқ екенін біліп қойса, оны сатып алады деп ойлайсың ба? Таныс заңгерлер мен қаржы мамандарының бәрін жібереді. Табысты туралы есеп-қисап пен лицензияны шығын деп тұрды. Кеттік, табыс туралы. Туалетте тұрып па? Жіберді. Бәрін жіберді дегеніңіз. После
третьего приложения. Ага. Табыс туралы есеп қисап пен лицензия талап етіп отыр. Оған не көрсетеміз? Қарғыс атқыр. Не көрсетеміз? Айтшы. Менің бәріне хабарым бар. Дәрісті айтып бердіңіз ғой, ағай. Ағай, деп кетті. Так, менен. Да сейчас зависает. Это ты зависаешь. Хайрат, для нее был. А торгу в одном месяце толкает скотина. Маған берсеңші. Тебе его или заказать, а пожалуйста. Тағдырым туарғы. Кет, ладно. Миым мұрнымнан ақ кетпесе болды бүгін. Емес, солай. Идиот, кідірме. Ага. После первого приложения. Дәрісті айтып бердіңіз, ағай. Жағдайым қиын. Жұмысым жоқ. Көктенсіз қалдым. Тіпті қазір үйге қайтатын ақшам да жоқ. Бар күшімді салып жұмыс істеймін. Талмай еңбек етем. Өтінемін, маған да жұмыс беріңіздерші. Сені деген бізді аңдып жүрсің бе, я? Болды, жіберей, екеменей, қане бар, кетей, я. Мұнда саған алған жұмыс жоқ, әкем. Қиын қатты жұмыс істеген келеді емес пе, әкесі? Қане шығый, кетей болды. Не болды десе, қатшыда. Ештеңе болған жоқ, жиналыстан соң сөйлесеміз, әкесі. Қиын қатты жоян ұнайды осы жұмысшы. Әкең алып кетші мені десе. Көріп отырғаныңызда өте табысты кәсіби, әке. Мы сегодня будем работать? Жасап атырмыз жұмысты. Айырып тұрып жасадымыз. Ақыры көзіңдер емес пе, әкесі. Фирманың табысы шаш етектен емес пе, әкесі. Ладно. Сағат 12 болуын керек. Твою душу, бархой. Әлі тұрмыз. Ух, господи. Кет, Давай. дай мой. Сен неге бізді аңдып жүрсің? Болды, жібер екемен. Қане, бар кет. Мұнда саған арналған жұмыс жоқ. Қане, шық кет. Арналға бұл кет. Болды, жібер екемен. Қане, бар кет. Мұнда саған арналған жұмыс жоқ. Кет. Арналға бұл кет, ма? Кет. Арналғанды алып тастайыншы, просто жұмыс жоқ дей салайыншы. Бар вообще кетші, я надо идти. Надо идти. Дөнер сасыма кетші десе. Дөнер жек келіп отыр ғой. Хайрат, 9 минут только отписали, совесть имей. Ну, я тут причем өзім мен кесірмен тоқтап отқан жоқпыз ғой. Компьютер же, кетті қал. Здрасте. Болды, жібер екемен. Қане, бар кет. Мұнда саған жұмыс жоқ. Қане, шық кет, бол. Бар. Қане. Не болды? Не болды? Ештеңе болған жоқ. Жиналыстан соң сөйлесеміз. Көріп отырғаныңызда өте табысты кәсіп. Ақыры көндірдіңдер. Фирманың табысы шаш етектен екен. 1-2 айдың ішінде міндетті түрде салым салам. Міндетті түрде. Сонда қазір ақшаңызды кері аласыз ба? Негізінде мәселе бұлай болып тұр. Ақшаны ұлыма берем. Келінім үй ал деп қоймай жатқан көрінеді. Амал жоқ аламыз. Ақша сол үшін керек. Ең дұрысы қазірше ақшамды кері алайын. Мен сіздің орныңызда болсам несие алар едім. Банктың өтінішіңізді мақұлдау үшін сізге өзіміз көмектесеміз. Тек пайызын ғана төлерсіз. Мұндағы пайыз мөлшері әлдеқайда жоғары, әр ақшаңыз үздіксіз еселеніп отырады. Ұлыңызға да үй алатын мүмкіндік туады. Несие алатын ойым жоқ. Рахмет. Қайтеміз енді. Алдым ақшаны. Қазір барам. Егер америкалық компанияның акцияларын сатып алғанымызда, қазір ақшамыз 2-ге көбейеді. Меніңше олардың ұсыныстары ақылға қонымдылау. Дұрыс айтасыз, мен де ақшамды қайтып алам. Қаржы нарығына салған ұтымдырақ.
Кешіріңіз. Мынаның 38-ші өлшемін бересіз бе? Әрине. Оны егеменге барайын деп жатыр ма? Жоқ, ана кешке. Салтанатты ашылуына. Фирманың атап өтеміздер ғой. Өзің білшер ғой, білген істештер ғой. Кешіріңіз, сіз 38 дедіңіз, сіз шошқа екенсіз, сондай размер жоқ десе. Қалай болды? Әлде 40-шына келейін бе? Керек емес, керемет жарасты. Кешіріңіз. Қанша тұрады екен? Не? Ұрлап кеттің. Андай несін тиқылдататын. Тоқтаңыз. Баланы қуып шықтық. Барып біреулерге айтып қойып жүрмесін. Білмеймін, жақсы болады. Бірақ жақсы адамның қаржылық пирамидада не шаруасы бар? Түсінбеймін. Қалайша? Фирмамыздың онсыз да ғұмыры қысқа. Бірінші салымшымыздан айырылдық. Бұл енді жарамады. Біреу ақшамды алдым десе болды, қалған жұрттың бәрі соған ереді. Не үшін? Илай хабарласты. Өндіріс туралы есеп сұрады. Досына көрсетпекші екен. Ирфаннан сұра, мен білмеймін дедім. Ол да қоймады. Бұл да басымызға бәле болатын болды. Фатих мырзалар күтіп отыр. Кіргізіңіз. Жағдайымыз мүшкіл. Дегенмен, артқа қайта жол жоқ. Не болса о болсын, енді мыналардан айырылмауымыз керек. Әйтпесе, құраймыз. Жарайды. Ал келді. Қош келдіңіздер деп енді айтатын шығар. Бағытым ол менде. Кішкене су қойын. Жарайды. Ал келді. Қош келдіңіздер. Қайырлы күн. Қош келдіңіздер. Рахмет. Не ішесіздер? Жоқ, ештеңе ішпейміз. Уақытымыз тығыз. Кешке қатыспайсыздар ма? Жоқ, біз ақшамызды кері алуды ұйғардық. Отырыңыздар. Тым болмаса шай ішіп кетіңіздер. Отырыңыздар, отырыңыздар. Отырыңыз. Отырыңыз. Жұмыс өте табысты. Неге айнып қалғандарыңызды түсінбедім. Негізінде мынадай аз уақыт үшін жаман ақша емес, әйтсе де біз ақшамызды кері алайық. Кешіріңіздер, әңгімелеріңізді бөліп жібердім. Дегенмен өте шұғыл еді. Қайырлы күн, қош келдіңіздер. Жеңгиз Асароғлы қоңырау соқты. Бір жарымнан салдым. Бір жарымнан салдым. Қайырлы күн, қош келдіңіздер. Жеңгиз Асароғлы қоңырау соқты. Бір жарымнан салдым, қалғанын қашан жіберейін дейді. Не дейін? Біз Фатих мырзалармен жиналыс өткізіп отырмыз. Жеңгиз мырзаға өзіміз қоңырау соғамыз. Рахмет. Оқыс жоқ. Жеңгиз Асыроғлы. Кәдімгі Әбілсайыт Насыроғлы ма? Иә, Жеңгиз мырзаны білесіздер. Кез келген шаруаның тез арада біткенін қалайды. Біздің ең ірі салымшымыз. Негізінде фирманы сатып алғысы келген еді, бірақ біз келіспедік. Білмеймін, сәл тартыншақтап отыр едім, бірақ ақшамызды тағы бір ай қалдырсақ па екен. Оны өздеріңіз білесіздер. Ақылдасып көрерсіздер. Онда біздің жігіттермен де кездесу ұйымдастырыңдар. Олар да келіп салым салсын. Әрине, жақында ұйымдастырамыз. Тек 2%-ға келістік қой, иә? Егер салымшымыз ретінде қалсаңыздар.
Егер салымшымыз ретінде қалсаңыздар, олар салған ақшадан сіздерге ай сайын 2% көлемінде табыс түсіп тұрады. Жарайды. Жақсы. Что-то неправильно. Еще раз, Айрис. Тек 2%-ға келістік қой, иә? Егер салымшымыз ретінде қалсаңыздар, олар саған ақшадан сіздерге салған. Екі пайызға келістік қой, иә? Егер салымшымыз ретінде қалсаңыздар, олар салған ақшадан сіздерге ай сайын 2% көлемінде табыс түсіп отырады. Жарайды. Жақсы. Көріскенше көп рахмет. Сау болыңыздар. Не істеді? Қалатын болды ма? Сен бер келші, не істеп жүрсің? Отпен ойнап жүргеніңді білесің бе? Кеттеңгенде неге кетпейсің сен? Не қылып жүрсің? Ай, менің жаман ниетім жоқ. Мені жақсылап тыңдап ал. Егер осында айтылған әңгімелер туралы біреулер білетін болса, менен жақсылық күтпе. Мен сіздермен жұмыс істеп. Кеттік. Мен сіздермен жұмыс істеп. Жұмыс істей алмайсың. Мұнда саған жұмыс жоқ. Висит.